Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен біз бауыр және картошканы араластырып қуырамыз. Өте дәмді болып шығады. Осылай бірінші алдымен керекті заттарды дайындап аламыз. Керекті заттардың барлығы төменде описаниеда жазылып тұр. Бірінші болып қыздырылған 100 мл сұйық майды қазанға құйып қыздырып аламыз. Және оған томатная паста қосамыз. Мен бірінші томатная пастаны қуырған себебім, осылай қуырсаңыз тағамыңыз дәмді және қып-қызыл болып әдемі болып шығады. Және осы видеодағыдай қуырамыз, және ол сәл 3-4 минут уақытыңызды алады. Және осы бауырды соломка етіп турап аламыз дағын, осыған қосамыз және оны тураймыз. Оның пленкасын алудың қажеті жоқ. Бұлай осылай менің рецептім бойынша қуырсаңыз, ешқандай бауырыңыз қатып қалмайды. Көп адам содан қорқады. Және осыны араластырып қуырамыздағын 3-4 минут пиязды қосамыз. Пиязды қосып тағы бір 5 минут қуырамыз. Араластырып отырып қуырамыз және оған кішкентай шай қасық тұзды қосамыз. Тұзды қосқаннан кейін тағы араластырып, үстінен амбипап приправасын саламыз. Приправаны салып араластыра тұрыңыз. Бұл сіздің бір 5-7 минут уақытыңызды алады. Ол дегеніміз бауырды 5-7 минут осындай отта араластыра отырып қуырып отырамыз. Бауырды қуырып болғаннан кейін осылай золотистый алтын түстес болуы керек. Пиязымыз қуырып болғаннан кейін осылай соломка етіп картошканы турап қосамыз. Және осы картошканы қосқаннан кейін үстінен картошка батқанға дейін су құямыз. Картошка мен бауырдың толықтай үстіні біздің суымыз басып жауып тұру қажет болады. Картошканың үстінен де кішкентай тұз қосамыз және амбипап приправасын үстінен қосамыз. Осыларды қосқаннан кейін барып суды құясыз және отты барынша жоғары отқа қойып қойыңыз. Ол су қайнағаннан кейін қатты қайнап кетеді. Сол кезде газдың астын төмендетесіз және жай отта жарты сағат астына бетін бұқтырып қоямыз. Және лавровый лист қоссаңыз өте дәмді болып шығады. Бауырды осылай менің рецептім бойынша қуырсаңыз өте дәмді, үйдегілеріңіздің барлығына ұнайды және бауыр өте тәтті болып шығады. Астарыңыз дәмді болсын. Ал егер де рецептім ұнаған болса, лайк басып тіркеліп кетіңіз. Астарыңыз